бір айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктер жүйесі. Біріншісін шығарып көрсетейік. Бұл жерде қазір теңсіздіктің әрқайсысын бір-бірін ескермей жеке-жеке шығарып аламыз да соңында жауаптарын қиылыстырамыз. Бірінші теңсіздік шығарайық. Ол бізде квадрат теңсіздік. X квадрат минус X минус 2 кіші нөлден. Түбірлерін тауып алайық алдымен. Түбірлерін тауып алайық. Виет теоремасымен x1 қосу x2 мұнда бізде болады 1, ал x1 көбейту x2 ол тең минус 2. Қалай ойлайсыздар, қандай түбірлер мұнда? Түбірлер неге тең? Минус 2 и 1. Дұрыс, минус 2 және 1. x1 тең минус 2, x2 тең 1. Енді осы. Енді осы түбірлерді қалдырып қояйық та, біз енді екінші теңсіздікті шығарып алайық. Екінші теңсіздік бізде сызықтық теңсіздік 5 минус 2x кіші нөлден. Мұнда 5-ті оң жаққа жібереміз. Сонда минус 2x кіші минус 5-тен. Екі жағында бөліп жібереміз минус 2-ге. Сонда бізде болады x, мына жерде минусқа бөлінген теңсіздік қарама-қарсы өзгереді. Үлкен 2,15-тен. Енді бір ортақ сан аралығын салайық. Түбірлерімізді белгілеп алайық. Бірінші теңсіздіктің түбірлері минус 2 және 1. Екінші теңсіздіктің түбірі 2,15. Енді біз алдымен бірінші теңсіздіктің жауабын көрсетіп алайық. Ол үшін біз былай келісіп алайық. Бірінші теңсіздіктің жауабын біз үстінде көрсетеміз, екінші теңсіздіктің жауабын біз астында көрсетеміз. Бірінші теңсіздік үшін мынандай тауларды салайық. Егер қарайтын болсаңыздар, x квадраттың алдында коэффициент бізде оң сан, демек таңбалар бізде болады плюс, минус, плюс. Ал бізге керегі плюс па, минустар керек па? Қараңыздар. Минус. Дұрыс, минустар керек. Минустарын белгілеп қояйық. Минустар. Енді біз екінші теңсіздікті көрсетейік. Екінші теңсіздікте бізде x-іміз үлкен 2,5-нан. Демек, мына 2,15-тен оң жақтағы тұрған сандардың барлығы бізде шешім болады. Штрихтайық. Енді қараңыздар. Біз табу керекпіз штрихталған үстіңгі мен астыңғы аралықтардың қиылысуын. Айтыңыздар, қай жерде үстіңгі және астыңғы аралықтар қиылысып тұр? Қай жерде үстіңгі және астыңғы аралықтар қиылысып тұр? Бірден кейінгі? Жоқ. Қай жерде қиылысып тұрған жоқ, е. Демек, бізде бұл теңсіздіктің шешімі жоқ. Есеп аяқталды. Тағы бір мысал қарастырайық. Дәл жаңағындай бірінші теңсіздікті шығарып алайық. Яғни түбірлерін тауып алайық. X квадрат минус 8x қосылған 15 кіші нөлден. Түбірлерін табу үшін біз қолданайық Виет теоремасын. x1 қосу x2 бізде тең болады 8-ге,
Ал x1 көбейту x2 тең болады 15-ке. Түбірлер неге тең деп ойлайсыздар? 5 пен 3-ке. Дұрыс. 5 пен 3. x1 тең 3, x2 тең 5. Енді екінші теңсіздікті шығарайық. Екінші теңсіздік бізде сызықты теңсіздік. 2-ден 1 x қосылған 1 үлкен не тең 3-тен. Мына бірді оң жаққа жіберіп тастайық. Сонда бізде 2-ден 1 x үлкен не тең 3 азайту 2, 3 азайту 1 ол бізде 2-ке тең болады. Енді мына 2-ден 1-ден құтылу үшін мен екі жағында 2-ке көбейтші. Сонда сол жағында көбейткенде 2 мен 2 қысарып кетеді, тек x-тің өзі қалады. Ал оң жақта бізде қалады 4. Енді ортақ бір сан аралығын салайық. Кешіріңдер. Ортақ бір сан аралығын салайық. Мына екі түбірді белгілеп алайық. 3 пен 5-ті. 3 мына жерде, 5 мына жерде. Келесі түбіріміз бізде қарасаңыздар 4. 4-ті біз жай ғана дөңгелектемейміз, біз оны тағы да бояймыз. Енді бірінші теңсіздіктің шешімдерін көрсетіп алайық. Ол үшін тауларды белгілейміз. Таңбасын анықтайық. Бізде қарайтын болсаңыздар, x квадраттың алдындағы саны оң сан, демек таңбалар бізде болады плюс, минус, плюс. А бізге керегі осылардың ішінде қандай керек? Минус. Дұрыс, минустар керек. Енді екінші теңсіздікті қарайық. Екінші теңсіздікте бізде x үлкен тең 4-тен. Демек 4-тің оң жағын былай штрихтаймыз. Енді қараңыздар, қай жерде бізде үстіде астыда штрихталып тұр? 4 пен 5-тің аралығы. Дұрыс, 4 пен 5-тің аралығы. Сол бізде жауабымыз болады. Жауабы 4 тік жақша бізде, 5 жай жақша. Жауабы сонда 4-тен 5-ке дейін 4 кіреді. Есеп аяқталды.